Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жеңіл фаршированный перец дайындаймыз. Бұл рецепт артық майсыз дайындалады. Сондықтан күнделікті асқа да тамаша. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Дәмдеуіштерді қосып болған соң барлығын жақсылап араластырамыз. Суымызды қайнатып, алдын ала күрішімізді жуып, күрішімізді саламыз. Қатты пісірмейміз, жартылай пісіретін боламыз. Және жартылай піскен күрішімізді фаршқа барлығын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Күрішті, пиязды, фаршымызды барлығын араластырамыз. Одан кейін су құйсаңыз да болады. Өздеріңіз қалауынша, яғни фаршымыз жұмсақ болады. Перецтің ішін фаршпен толтырып шығамыз. Тым қатты тықпалаудың қажеті жоқ. Фаршты барлық перецке біркелкі етіп салып аламыз. Ендігі кезекте майымызды қазанға құямыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Және де көкөністерді қоссаңыздар да болады. Морковь және картопты қоссаңыздар да болады. Томат пастасын міндетті түрде қосамыз, ерекше дәм береді. Жақсылап араластырып, бір қуырып алған соң, перецімізді саламыз. Үстіне қайнаған су құямыз. Қайнаған суды құйып болған соң, қақпағын жауып, 40-50 минут баяу отта пісіретін боламыз. Міне біздің тағамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.